Сәлем барлықтарыңызға. Ауыл олимпиадасы 10 сынып 1-ші кезең 6-ші есеп. Матем плюс атика соның ең кіші мәнін, қосындының ең кіші мәнін табу қажет екен. Енді бұл жерде мән ең кіші болу үшін бастапқы сандарға басынан бастап ең кіші мүмкіндігінше ең кіші мәнді беру керек. Мен А-я 1 мен 2-ні береміз, өйткені 0-ді басына қоюға болмайды. М 1-ге тең бола ма, 2-ге тең бола ма? Оны мына жерге қарайық. А мына жерде бірлік, ондық, жүздік, мыңдықтарда да бар. А мыңдықтарда мы жоқ. Сондықтан А-ға кіші санды, кіші цифраны беру керек. М-ға 2-ні, А-ға 1-ді береді екенбіз. Енді мына Т-ға 0-ді қоюға болады. 0-ді қоямыз Т-лардың орнына. Енді қай цифраға келдік? 3-ті қоямыз, 4-ті қоямыз, 5-ті қоямыз. Айырмашылық жоқ. Е мен К бірдей разрядта бір рет қана қатысқан. М 2-ге тең, А 1-ге тең. Қосып жіберейік енді. 3 9 3 1 3. Бұл жауап дұрыс болады екен. Егер енді күрделі есеп болса, разрядтардың қосындысы түрінде жазып шығу керек. М көбейту 1, қосылған Е көбейту 10, қосылған Т көбейту 100, қосылған А көбейту 1000, қосылған М көбейту 10.000 деп. Солай жалғасып кете береді. Мына екінші қосылғышта солай қосып алып, коэффициент үлкендерін басына жазып шығамыз. Қосу болсын, азайту болсын, коэффициент үлкендерінен бастап жазып шығамыз. Коэффициент үлкен тұрған жерлерге мүмкіндігінше ең кіші цифраларды беріп шығады екенбіз. Ең үлкен мәнді табу керек болса, коэффициент үлкен жерлерге ең үлкен цифраларды қойып шығады екенбіз. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.